Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге осындай өте дәмді және тез пісірілетін печеньелер дайындайтын боламыз. Ең алдымен біз табағымызға 2 жұмыртқаны жарып алып, оны араластырамыз және де оған қант қосамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін өздеріңіздің қалауларыңызша ванильный сахар қоссаңыздар болады. Одан кейін ұн қосамыз. Және айта кетейін, осы қамырымыз сіздерге сұйық көрінсе, кішкене ұн қоссаңыздар болады. Енді табамызға пергамент қағазын төсеп, оған жаңағы қамырымызды құямыз. Егер қамырларыңыз әртүрлі формада шықса, ол ештеңе етпейді. Пеште 200 градуста 5 минуттай пісіреміз.